Саламатсыздар ма? Есімім Индира, жасым 41-де. 2019 жылдан бері гемодиализ алдым. 6,5 жыл гемодиализ алдым. Биыл Алланың қалауымен 2025 жылы 25 қыркүйек айында Стамбул елінде операция ойдағыдай жақсы сәтті өтті. Ең бірінші Аллаға мында бір шүкіршілік айтамын. Содан кейін маған донор болған жолдасыма көп рахмет. Стамбулдың түрік трансплантологтары мен нефрологтарына, хирургтарына көп алғысым шексіз рахмет айтамын. Бізге осы жолды бағыттаған Ырыс пен Мағжанға да көп рахмет айтамыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жаңа жолдасым айтып өткендей, биыл 2025 жылдың 25 қыркүйегінде Стамбул қаласында бүйрекке трансплантация жасадық. Мен өзім жолдасыма донор болдым. Өзім осындай шешімге келген себебім 2019-дан бері жолдасымның гемодиализін алғанын көзбен көріп, қиналып жүргенін көріп, каждый раз диализден шыққанда то давлениясы көтеріліп кетеді, то түсіп кетеді. Мықты ауыр көтеріп жүргесін осындай шешімге келдім. Аллаға шүкір, бәрі сәтті өтті. Стамбулдық дәрігерлерге көп рахмет. Әуелі Алла, одан кейін сол кісілердің арқасы, білікті мамандар, өз істерінің шебері десек те болады. Бәрі де жақсы болды. Ойлағанымыздан да жақсы болды. Басында енді қорқыныш болды. Операциямыз қалай өтеді, жеңіл өте ма, ауыр өте ма деп басында қорқыныш болды. Бірақ деген осыдан бір жыл бұрын медкомик парақшасын көріп, сол жерде жасаған адамдарды көріп, донорлардың отзывтарын оқып, одан кейін осы Ырыс қарындасыммен танысып, сол кісінің бағыт бағдарымен Стамбулға барып, бәрі әйтеуір ойдағыдай өтті. Бізге мотивация болған осы Мағжан мен Ырысқа көп рахмет. Бір жылдан бері осы кісілермен хабарласып, осы кісілердің бағдарын тыңдап, осы кісілердің айтқанымен сол Стамбулға барып, Стамбулдағы Исиния госпиталінде жасаттық. Рахмет осы кісілерге. До конца бізді күтіп алып, шығарып салып, дәрмегімізге шейін қандай дәрі ішеміз, қандай диета ұстаймыз, бәрін осы кісілер айтып отырды. Әлі күнге дейін хабарласып айтып отырады. Рахмет. Көп рахметімізді айтамыз. Қазір диализде жүрген пациенттерге айтарымыз, ештеңеден қорықпаңыздар, мүмкіндіктеріңіз болса донор іздеңіздер, донор табыңыздар, туыстарыңызға хабарласыңыздар. Мүмкіндік болса трансплантация жасаған дұрыс, чем диализде каждый раз өзіңді шектеп, әр нәрседен жүргенше, одан да мүмкіндік болса трансплантация тезірек жасап, осылай сау адамдардың қатарына қосылған дұрыс қой. Бәріңізге де сәттілік тілеймін, Алла шипасын берсін, ештеңеден қорықпаңыздар.